Енді мынау қажылық бұл құлшылық деп отырсыз, ал құлшылықта орындауда не маңызды мәселемізде? Барып таңнан кешке дейін сәждеде жату ма, қағбаны айналу ма, болмаса Алладан сұрап қол жайып отыру ма, дұға жасап отыру ма? Енді бір дана кісіден сұраған екенде, құлшылық қабыл болу үшін не қажет дейді ғой. Сонда ол кісі 4 нәрсе қажет деген екен. Ең бірінші білім дейді. Құлшылық бастамас бұрын білім алу. Яғни мысалы қажылыққа баратын адамдар ең бірінші қажылық дегеніміз не? Оның үкімі не? Оның парызы қандай? Соның бәрін біліп алу керек. Яғни фиқ кітапты оқу керек. Демек қажылыққа баратын адамдар алдын ала арнайы курстардан өту керек. Ертең күні мысалы ол құлшылықты орындаймын деп құлшылықтағы кейбір нәрселерді тастап кететін болса, мысалы парыз орындамаса, арафата тұру парыз орындамаса қажылық болмай қалады. Міне сондықтан да бірінші құлшылықты орындамас бұрын білім қажет, яғни арнайы курстардан өту керек. Екінші ниет маңызды. Алланың разылығы үшін деген ниет болу керек. Егер рия, мақтаныш болатын болса, онда құлшылық қабыл болмай қалады. Ол енді жаңағы құлшылығын бастамас бұрын бірінші білім қажет, құлшылық бастайын деп жатқанда ниет қажет па? Енді құлшылықты орындап жатқаннан кейін әрбір құлшылықтың өзіне тән қиыншылығы болады. Кешіріңіз, ниет дегеніңіз қажылық жасамас бұрын осы елден кетер кезде болу керек. Әрине, мысалы жолға шығып барғаннан кейін жасаймын деген болмайды. Қажылық сапарына кетіп жатқанда, ихрам киіп жатқанда ниет қылады. Алла разылығы үшін мен қажылықты орындауға, кейін қай қажылықты орындап жатыр. Соны не істейді? Таматтық болса, таматтық умраға ниет қылады. Қиран болса, түрлері бар ғой қажылықтың, жаңағы умра мен қажылықты бірдей ниет қылады дегендей. Міне, сондықтан да Алланың разылығы үшін ғана орындайды. Одан кейін жаңа айттық қой, ол енді құлшылыққа кіріскен кезде әрбір құлшылықтың өзіне тән қиыншылығы болады. Қажылықта бір қиыншылықтың бір несі ол, көрінісі. Ұзақ сапарлап барасың. Ол жерде жаңа Арафада тұру, Музалифада, түнеу, Минада жату, енді қиындау, қиыншылығы болады. Әрине, саяхат емес қой, әрине. Сабыр ету керек. Қиыншылыққа сабыр ету. Қиыншылыққа сабыр ету керек. Ой, мен шыдай алмаймын. Ой, өздеріңіз істей беріңдер. Ой, мен өзім білем дегенге жол бермеу керек. Яғни ол жердегі мысалы жол бастап барып жатқан адамдар, ұстаздар, жаңағы тағайындалған имамдар бар, мысалы жол көрсетіп жүр ма, тыңдау керек. Әрбір нәрсесін жоқ, мен білем, бұны орындамай қоямын деген сөз жүрмейді. Демек сабыр ету керек. Ал одан кейін төртіншісі ықылас керек дейді. Яғни құлшылықтың бәрін орындадың ба, ықыласпен шығып кет дейді. Яғни сен кімге орындадың, кім үшін орындадың? Алла үшін ба? Бол, сен тек қана Алладан ал. Елге келіп мақтанба дейді. Айтып отыра берме әрбір жерде. Мен кеше ғана қажылыққа барып келдім. Қажы деп атаңдар болмаса. Қажы деп мен атаңдар деген жоқ. Ұмыту керек деген сөз ғой. Яғни ықылас деген сол. Бір ғана сен Алладан аламыз. Демек, ықылас өлімінің соңына дейін, өмірінің соңына дейін, ол былайша айтқанда құлшылығын мақтанып айта бермеу керек. Осы 4 нәрсе орындалса, адам құлшылығы қабыл болады дейді иншалла.